шың бақытқа сені жеткізер, білім деген ақылшың қиындықтан өткізер. Бүгінгі сабақта балдар сендерге сәттілік тілеймін. Майра сабағымыз бүгінгі сабақта жақсы меңгеруге тілектеспіз. Бүгін өткен сабақтарды қайта еске түсіретін. Бүгінгі сабақ белсенді қатысты. Бүгінгі сабағың сәтті болсын. Бүгінгі сабақты үздік бітір. Бүгінгі сабақ сәтті болсын. Сабақlar белсенді болды. Бүгін сабаққа жақсы қатысты. Ал енді мына алманың түстері бойынша топқа бөлінеміз. Қызыл түс алма формула, жасыл түс функция, сары түс диаграмма. Ал балдар сәттілік топқа бөлінеміз. Ал балдар бүгінгі сабақтың тақырыбын дәптерге жазайық. Бүгінгі жазамыз 6 желтоқсан қолданбалы есептерді шешу деп жазамыз. Қолданбалы есептерді шешу. Сабақтың оқу мақсаты электрондық кестені қолдана отырып есептерді шешуге кіріктірілген функцияларды пайдалану. Дәптерге жазамыз. Балдар қолданбалы есептер дегеніміз адамның іс-әрекетінен туындайтын есептерді қолданбалы есептер деп атаймыз. Мысалы, қандай салаларды білесіздер? Математика саласы, физика саласы, экономика саласы, бухгалтерия саласында осындай берілген практикалық есептерді компьютермен шешуді қолданбалы есептерді шешу деп атаймыз балдар. Мына осындай математикалық, экономикалық есептерді бүгінгі сабақта Excel электрондық программасында есептерді біз бүгін шешеміз балдар. Тақырып жас болдық па? Енді балалар жаңа сабақты, есептерді меңгеру үшін мына видеороликте қараңдар. Балдар үйге тапсырма берілген, балдар. Үй тапсырмасын пысықтау үшін біз капот әдісін пайдаланамыз. Барлығын капот әдісін пайдаланып, сұрақтарға жауап береміз, балдар. Барлығын қанды қосыңдаршы. Мына берілген кодты тересінде атты жөндеріңді сұрайды. Бекмолда шықты, жазыңдар. Пин кодты теріңдер, атты жөндеріңді жазыңдар. Сендер бәрін тіркеліп алғасын, мен старт қылдасам. Бекмолда шықты. Бастаймыз ба? Бастаймыз ба? Ал, олар енді тапсырмасын сұрақтауға сұрақтар. Ал, бір сұрақты 20 секунд берген сұрақтарға жауап береміз.
кәдімгі кестенің компьютерлік бейнесі дейді. Дұрыс әлде бұрыс, жалған және ақиқат деп шығады. Ақиқат, false, жалған. Дұрыс, керемет. Кез келген электронды кестенің ұяшығына нені енгізуге болады? Дұрыс, керемет, 14 күнде дұрыс белгіледі. Ек болды, бірінші орынға кетіп барады. Excel бағдарламасы іске қосу жолы. Қалай іске қосамыз? Келесі 11. Бекмолда, екінші Тұрсынбай Әсел, үшінші Ерасыл екен, жарайсыңдар. Excel бағдарламасында A бағанмен 15 жолдан тұратын ұяны көрсетеді. Яғни, ұяшықтың адресін сұрап тұрсын деді. Жарайсыңдар. Жақсы. Әсел бірінші орынға кетті. Аттапосында белгісінің батырмасы. Экзельдегі осы аттапосында. Сумманың батырмасы. Қайсысы дейді? Ақиқат па, жалған ба дейді? Үш жерде. Соның белгісін дейді. Ақиқат жалған. Келесі. Жақсы. Емолда қайтып бірінші орынға кетті. Алмас екінші орында. Жақсы. Алмас. Excel электрондық кестесіне белгіленген ұяшыққа мәліметтерді енгізетін тетікті көрсет. Жылдамдық керек екен, балдар байқап отырсыңдар ма? Алмас жылдам екен. Бекмолдамен Алмас жақсы. Бәрі жақсы. Ал Бодин кім орын алған көрсетеді балдар? Ой, керемет. Алмасты, Маржанды, жарайсыңдар. Түсіндіңдер ме балдар, иә? Тапсырмасында сұрақтарыңыз. Ал енді балдар, жаңа сабақ бастайық. Kestiği oluşturulan funksiyonların grafikleri hastası. İndirdiği bölüm, eksiği bölüm, eksiği ve kestiği oluşturulan funksiyonların grafikleri hastası. İndirdiği
график мәліметтер қатарының өзгерісін көруге арналған. Сіздермен осындай есептерді шешуді практикалық тұрғыдан үйренеміз. Бірінші математикалық есептерді шешуде электрондық кестені қолдану. Тапсырма y тең болады 2x қосылған 2 және y тең болады минус 2x қосылған 6 функциялары берілген. Осы функцияның графигін салып, қиылысын нүктесін анықтау қажет. Ол үшін біздер Excel кестелі редакторын ашамыз. Графиктің нүктелер арқылы тұрғызады. Мәндері анық нүктелер сізбен бір сарында байланысады. Бұл нүктелерді программаға беру қажет. Сондықтан алдымен берілген функция мәндерінің кестесін жасап аламыз. Кестені құру үшін сіздер әуелі x мәнін минус 5-тен 5 аралығында бір қадаммен алайық. Және осы формуланы сіздер A13 яшығынан кейін көшіріп қоямыз. Енді нәтижесін табуымыз керек. Көрсеткен x қосылған 2. Енді осы формуланы A13 яшығынан кейін көшіріп қоямыз. Енді екінші функцияда біздерде x мәніне дәл осы мәнді көшіріп қоямыз да, енді y нәтижесін табамыз. Осы формуланы B13 яшығынан кейін созамыз. Y тең болады 2x қосылған 2 функциясының графигін тұрғызу үшін біздер A3-13 және B3-13 арасындағы қияштардың барлығын ерекшелеп алып, стандарттарының көлемінің барып, осы жерде нүктелік точная диаграмма түрін таңдаймыз. Оның ішінде тегіс нүктелік иерсіз атты аламыз. Сіздерге функция графигі тұрғызылды. Енді екінші функцияның графигін кірістіру үшін дайын тұрған диаграммаға біздер екінші функцияның нәтижесін ерекшелеп, перне тақтадан контур қосылған с пернелер үйлесімінің көмегімен көшіріп алып, диаграмманың ерекшелеп, контур қосылған оны қоямыз. Сол кезде бізге екінші функцияның диаграммасы шығады. Яғни қиылыс нүктесін анықтау керек. Мұнда нөлдің екінің дәлелі басып 1 және нөлдің төрттерінің 1 және 4 нүктелерінде нүктелердің қиылысып анықталған. Біздің есебімізде y-тен 2x плюс 2 берілген. Оқулықтасы қойғанда 2x плюс 2 берілген. Мына x-тің мәні қаншадан? Минус 5-тен қаншаға дейін? 10-ге дейін. Мына x-тің мәнін жазып аламыз да, сосын орнына қойып есептейміз. Y-ті есептейміз. Дұрыс па балдар? Y-ті есептеу үшін y-тен 2x плюс 2. Бұл жерде x-тің мәні минус 5 қайда тұр? Қалай саламыз формулаға? 2 көбейту. Минус 5 қайда тұр? A3-ге тұр екен. A3-ге ашықтың адресін береміз. Плюс 2 деп эндерді бассақ, қанша шығады? Минус 8 шығады. Көбейтіңдер шыққан. 2 көбейту минус 5. Қанша? Қанша болады? Минус қанша? 10 плюс 2 қосам 8 шығады. Көрдіңдер ғой? Енді бізде Excel'дің автозаполнение мүмкіндігі бар. Автотолтыру мүмкіндігі бар. Біз соны пайдаланамыз. Балдар, 8-ді ерекшелеп тұрып, стрелді басып тұрып, төмен қарай тартсақ көшіріледі. Көшіріледі ғой балдар, Мына кез келген мәліметті көшірмесін осылай алуға болады екен. Сосын осы y-x плюс 2 функциясын графигін салып аламыз, ерекшелеп таблицаны құрып. Сосын екінші функцияны есептейміз. Y-тен қанша мәні? Минус 2x плюс 6. Бұл жерде де x-тің мәні қаншадан қаншаға шейін? Минус 5-тен қаншаға шейін балдар? 5-ге. Енді орнына қоямыз. Y-тен минус 2 көбейту x-тің мәні қайда тұр минус 5? Қаншада тұр? Минус 5 қаншада тұр? Қарасыңдар? S3-те тұр. S3 қосылған
6 десек, мынау 16 шығады. Жазып қояйыншы мен тең. Минус 2 көбейту. Айттерсің С3 қосылған 6. Қанша шығады? 16 шығады. Бұлда да артық заполнениені көшіре аламыз ба? Көшіре аламыз екенбіз. Енді мынаның функциясын тұрғызып аласыңдар. Содан кейін диаграмманы ерекшелеп алып, y-тің мәнін копировать деп, мұнда келіп ставить десеңдер, біздің функциямыздың графигі шығады. 1-ден 4 нүктесінде қиылысады екен болды. Тапсырманы орындаймыз. Орнымызда отырып, бәріміз орындап, нәтижені көрсетеміз. Топ başları karşı 3-4'te birbirine cadık yesin. Toğun bitkenlikten şakalar olmaymak. Ben bir cayma. Funksiya bitkenlerin ko'rsatinglar taqsimda. Ko'maklashishimiz. Belgilerini de bitkince koldan koçarıp belgilerimiz. Bitkin olmuşlar. Bağlayın. Top başlara bitkin olmuşlarla bağa verimizken. Gözüm bağlayın.
Аяжан сен топыңды екі топ бағалаңдар. Ана топтан да 4-5 оқушы түсірді. Бағалаймыз, көтеріңдер. Бағалаймыз, ана топқа бағалаңдар. Жарайды. Сендер топтан қанша бітіңдер? Бітіп қалыңдар ма? Бұл топқа екі топына. Мына топты бағалаймыз. Жақсы. Мына топты бағалаймыз. Жақсы деп. Жақсы дейсің бе? Біттік па, балдар? Екінші тапсырма көшеміз ба? Ал енді балдар, оқулықта екінші тапсырма. Берілген балдар. Үш бұрыштың үш қабырғасы берілген. Тапсырма бойынша бірнеше үшбұрыштың барлық қабырғаларының ұзындығы берілген. Геом формасын пайдаланып осы үшбұрыштардың ауданын табуымыз қажет. Геом формуласы үшбұрыш ауданын оның қабырғаларының ұзындықтары арқылы бөлінген формуласы. Мұнда бөлек тұрғанымыз үшбұрыштың жарты периметрі. Немесе алдын ала жарты периметр тауып алуымыз қажет. Ол үшін еш ұяшаны теңдіктерімізді енгіземіз. Шамызды ашып, үш қабырғаны қосамыз және оны екіге бөлеміз. Осы кезде бізге жарты периметр есептері шығады және осы формуланы біз Е12 ұяшығымызды көшіріп қоямыз. Немесе үшбұрыштың ауданын есептеп қарау. Біздер түбірдің асты берілген, оны корень жазамыз. Жақшамызды ашамыз. Көбейтуден тағы жақша ашамыз. Азайту. Жақшаны жауып, көбейту қоқысы қайтадан жақша ашамыз. Азайту. Және азайту с. Жақшамызды жауып, жәкеттерімізді басамыз. Бізге үшбұрыштың ауданын есептеп шықты және осы формуланы біз F12 ұяшығына дейін созамыз. Енді біздер ең үлкен үшбұрыштың ауданын табу қажет. Ең үлкен немесе максимален. Жақшаны ашамыз, үшбұрыш ауданының барлық есептерінен мәнін ерекшелеп аламыз. Және жәкеттерімізді басамыз. Осы кезде ең үлкен үшбұрыштың ауданын есептеп шығады. Енді ең кіші үшбұрыштың ауданын есептеу үшін біздер дәл солай берілген шығарылған нәтижелер алтынын ерекшелеп алып, енді тоғызын басабаймыз. Үшбұрыштың орташа ауданы біздер көрсетілген значениемен табылады. Үшбұрыш ауданының барлық мәндер алтынын ерекшелеп алып, енді тоғызын басамыз. Осылайша біздер есебімізді оң. Енді балдар, қараңдар, тақта қараңдар. Бұда кестеде көрсетілген функциялардың график. Бұларды көрсетілді бір сарынды байланысады. Оның келеді программаға нүктелік точно кені мына жерге кіреді. Яғни бір шеңкі өңгі ұяшығына көшіріп тұр. Балдар, мына топтан бір оқушы шықсыншы бән. Кім шығады? Мына есепті түсінуіміз керек. Келдер. Кел, қачын. Жазауын. А тең 10-ға тең. В тең 12-ге. С тең 13-ге. С тең 13-ге. Периметр формуласын жаз. А қосылған В қосылған С бөлінген 2 деді. Бөлу, қосу С бөлу 2.
тең деп жазамыз. Тең. Экселде жазатын формуланы жазамыз. Тең. А қайда тұр? A3'te. Ашты тұр. V3 қосамыз. 12 қайда тұр? S3-те тұр. 13 қайда тұр? D3-те тұр. D. V3, S3, D3. Жақшаны жауып, бөлу 2-де. Жақшаны жауып, бөлу 2-де. Мына, осы формуламен есептеліп тұр. Балдар, Enter-ді басып қасаңдар, не периметр шығады, автозаполнениемен, автотолтырумен тәртіпті толтырасыңдар. Мына Геро формуласында тубырасты корень болып жазылады. П деп мәнді қоясыңдар. П-ның мәні қаншада тұр бізде? Е3-те тұр. Көбейту, жұлдызша жақсан ашамыз. Е3 минус қанша? Boş. Еш алынған. С3 көбейту. Еш алынған. Д3 деп 2 жақша жауып қоямыз. Мына сөйтіп нені есептейміз? Үш бұрышты ауданын есептейміз. Автозаполнениемен былай тартасыңдар. Енді соңында бізге не деді? Ең бірінші. Несін тап деген? Ең үлкен үшбұрыштың ауданы. Келесі. Ең кіші Үшбұрыштың ауданы. Үшбұрыштың орташа. Енді ең үлкен дегеніміз қандай функция қолданылады? Тең максимум. Ең кіші мәнге? Тең минимум. Орта мәнге қандай функция? Средний значит. Средний значит деген қолданылады. Түсінікті ма есеп балдар? Жаза орынды. Бұдырау. Жарыс. Фатима. Периметр есептеледі. Периметр жарайсың. Бірінші орындап қойды тапсырманы, максимум, минимум, ортанан бәрін тауып қойды. Жарайсың. Біттің ба? Аяжан? Керемет, Аяжан. Тағы.
Енді топ бір-бірін бағалайықшы. Топтар бір-бірін бағалайықшы. Бағалаймыз. Белгі, мына топ бітті. Белгі берсіңдер. Біттік па? Басқа. Белгі береміз. Бұл екінші топ бітті. Үшінші топ. Жақындадық па? Енді орындаған оқушыларға қарай бағалаймыз. Бірінші топты бағалаңыз, топбасшылар. Бірінші топты бағалаймыз. 5 жарайсын, иә? Екінші, функция тобы бағалаңыз. Функция тобы. Сендер бағалаймыз на топы. Ал енді үшінші диаграмма тобын бағалайықшы балдар. Екі топ, диаграмма тобы. Диаграмма тобы. Енді балдар, сабақты қорытындылау мақсатында балдар, біз білімдердің тапсырмаларын орындайық. Білімдерді өздерің компьютерлерінде ашып. Мен сұрақ болып келсеңдер, онда ауызша жауап беріңдер, әртүрлі оқушылар. Келе olsun. Bir оқушымыздан ал электрондық отырады. Электрондық кестелерде мәліметтерді белгілеп отырамыз. Мәліметтерді ұсынудың графикалық тәсілін анықта. Қайсысы тұрады? Кім айтады? Тұрып айтамыз. Қайсысы? Электрондық кестелерді мәліметтер ұсынудың графикалық тәсілін анықта. Диаграмма. Белгі. Тексеру. Алға. Мына топтан екінші сұраққа жауап береміз. Сұрақты оқимыз. Категория бойынша мәліметті салыстыруға арналған диаграмма түрін анықта. Жолақ. Функция тобы. Жолақ. Дұрыс, жарайсың. Сандық мәліметтері нүктелер түріне сызықтармен байланысқан диаграмма түрін тап. Диаграмма тобы. Аяжан. Сызба. Жоқ, сол. Делейміз. Сызба дейді аяжан. Дұрыс, жарайсың. Алға. Диаграммада болатын элементтерді анықтайды. Сөйлемді толықтырды. Негізгі элементтермен диаграмма фоны. Диаграмма аңыз, диаграмма аймағы, демек белгілері. Қайсысы? Диаграмма аймағы. Аймағы. Әр терең мәліметі бойынша мәліметті көрсетеді. Дерекке көзі. Дерек белгілері. Дерек белгілері. Тексеру. Дұрыс, жарайсың. Алға. Диаграмманың түрін анықта. Жолақ диаграмма. Жолақ диаграмма. Көп айтамыз, Фатима. Жолақ диаграмма. Дұрыс. Келесі. Азық топталардан сатып алу шығындары. Диаграмманың түрін анықта.
qanaqa? Дөңгелек жазамын. Дөңгелек Дөңгелек жазамын. жарайсыңдар. Алма. Деректерді сәйкестендір. Деректерді сәйкестендір. Жолақ диаграмма. Жолақ диаграмма. Ақырай. Графикті сызба деп аударған екен балдар. Ал керемет жарайсыздар. Диаграмма берілген балдар. Гистограмма. Содан мына жерде мына бірінші несі диаграмма. Диаграмма Тақырыбы дұрыс айтасың. Баскетбол сахнасында түсірілген. Екінші аңыз. аңыз түскен доптар саны. Үшінші Өстері. иә, дұрыс айтасыңдар. Төртіншісі Төртіншісі деректер. дұрыс. Ал сәйкестендіреміз. Диаграмманы баптауға арналған пиктограммалар берген. Мәліметтерді сәйкестендіріп Біріншісі, екіншісі. байланыс. Диаграмманың үстіне. Диаграмма баптауға арналған қайсысы жоқ? Ал сәйкестендіреміз. Қатарған аттар мен мәндерін баптауға арналған. Жоғында емес, қате. Сүмен істен таңдау. Сүмен Сүмен таңдау. Екіншісіне барады. Маған кетті ғой? Иә. Ал Екіншісі. диаграмма елементтерін баптауға арналған. Суретке барады. Екіншісі бірінші Баптауға арналған. Мынау мында барады. үшке барады. Үш. Атаулар мен үшке мәндерін барады. баптауға арналған. Иә. Енді дұрыс болды. Аяқтауды басайық. Аяқтауды басайық. Жарайсыңдар. Бәрін дұрыс жауап беріпсің. Керемет. Топ басшылары топтарында сұраққа жауап берген оқушыларға баға қоямыз. Топ басшысы. Мына топта Фатиманы бағалаңыз. Фатима, топ басшысы сен емес пе? Мыналарға баға берсек. Жауап береміз. Фатимаға жауап берді. Иә, бағалаймыз. Тегі жолында оқушылар бағалаймыз. Әсел, Аяжанды сұраққа жауап берген оқушыларға баға бердіңдер. Жауап берген оқушыларға. Мен тапсырмаларын жақсы орындадым. Енді балдар, бүгін нені түсіндім? Сен үшін тақырып қаншалықты маңызды? Сабақта неден қиналдың? Мына жаққа. Әкеп жатсыруға болады. Тақтаны өшірейікші, Фатима. Әркім өзінің түстері бойынша рефлексия. Бүгін нені түсіндім? Сен үшін тақырып қаншалықты маңызды? Сабақта неден қиналдың? Жазамыз. Аты жөндеріңді істеледі. Түстерің бойынша. Былай, топ-топ бойынша білесіңдер. Жазыңдар. Істеледі жазамыз. Бүгін нені түсіндім? Сен үшін тақырып қаншалықты маңызды? Сабақта неден қиналдың? Жаз келіп жақсы білесіңдер. Тақтаға. Ат жөндерін жазып қойыңдар. Топ басшылары. Топ
Ал енді балдар үйге тапсырма 3-6, 3-7 параграф қолданбалы есептерді шешу. Оқулықта бірінші, екінші есеп берілген, функциялардың графигі берілген, төсініктерін анықта. Жаңа сыныпта орындаған есепке ұқсас, екіншіде функцияның графигін салды. Үй тапсырмасын дәптерлеріме жазып алыңдар балдар. Ең бүгінгі сабақта баға алған оқушылар Ақбір, жарайсың, өте керемет, сабаққа жақсы қатысты. Ереже қолдана, жақсы. Фатима, өте керемет, Бекмолда, жарайсың. Аяжан, жақсы. Майра, өте керемет, Алмас, жақсы, қатысып отырды. Маржан, да өте керемет балдар. Бақ берген де жақсы қатысты. Үй тапсырмасын дәптерге жазып аламыз. Жазамыз дәптерге, жазыңдар. Ал, сау болыңдар, балдар.